Екібастұздың жылу орталығы биыл өзінің 60 жылдығын атап өтпекші. Сондықтан кәсіпорынның бас кеңсесі жөндеуден өтуде. Ал жалпы жылу орталығының жөндеу жұмыстарына деп 772 миллион теңге бөлінсе, олар 16 шараға арналған. Және бұл жұмыстарға барлығы 200-ден астам адам тартылған. Кәсіпорынның бүгінгі қуаттылығы сағатына 750 гигакалорий. Бұдан басқа 12 мегаваттық турбогенератор бар екені белгілі. Фактически Біздің аймақ үшін ең төменгі температура минус 37 градус деп есептеп, біз нақты 10 қазандықты жұмысқа дайындаймыз. Оның жетеуі жұмыс істейтін болады. Оның сызбасы әртүрлі болуы мүмкін. Bir мезетте 4 энергетикалық, 3 су ысытқыш, не 2 энергетикалық, 5 су ысытқыш қазандықтары жұмыс істеуі мүмкін. Кәсіпорынның бүгінгі жағдайы қазандықтарды жыл бойы, тәулік бойы жөндеуге мүмкіндік береді. Осыған орай, бір қазандық жөнделіп жатқан кезде екіншісі жұмыс істеуге қауқары жетеді, дейді Виктор Карлович. Тамыздың 16-сынан бастап 12-ші станциялық қазандық кеңейтілген жөндеуге кесте бойынша шығарылды. Жөндеу жұмыстары қазан айының 15-іне дейін жалғасады. 7-ші қазандықтың жөндеу жұмыстары тамыздың 17-сі мен желтоқсан айының 15-іне дейін жүргізіледі. Біздің жабдықтар жөндеу жұмыстарын жыл бойы, тәулік бойы жүргізуге мүмкіндік туғызып отыр. Ал 5-ші қазандықтың 70% бөлшектері жаңартылмақшы. Жылу орталығы бүгінде 61 мың тоннадан астам көмір тасып алса, 215 мың тонна мазуттары бар екен. Ал жылыту маусымына дайындық құжаттары қарашаның 1-іне дейін алыну керек болса, оны аламыз деп сеніп отыр кәсіпорын директоры. Жылыту маусымы басталғанша біз дайын боламыз деп еш күмәнсіз айта аламын. Жылыту маусымы кезінде де кез келген жағдайда біздің қосалқы қуаттылығымыз жеткілікті болады және сапалы түрде жылумен қамтамасыз ете алатын жағдайымыз бар. Жалпы айтқанда, жылдың ең суық мезгілінде екібастұздықтардың баспаналары жылы болуларына бар күш-жігерімізді саламыз деуде бас жылу беруші және солай болады деп біз де үміттенеміз.